бір адам жас баласымен сайран құрып сыртқа шығып әрлі берлі қыдырады. Қыдырып жүріп, екеуі егін еккен егістік алқабына келеді. Екеуі әр егінді аралап қарап жүреді. Бұл уақыт егіндердің пісіп тұрған кезең еді. Бастары дәнге толып, бидайлар бейне бір тағзым жасап тұрғандай иіліп тұр еді. Баланың көзі төмен қарап майысып тұрған бидайлардың ішінде көкке қарап тұрған бидайға түседі. Бала бұл бидайлардың ішінде жалғыз бидай неге көкке қарап тұрғанын білгісі кеп әкесінен сұрайды. Жан жағындағы қалған бидайларға шікірейіп қарап тұр дейді. Өзгелерді өзіне тең көрмеген бұл бидайдың дәні көп па сонша деп әкесінен сұрайды. Сонда әкесі баласына былай деп жауап береді: бұл бидайдың аспанға қарап кекірейіп тұрғанына мән берме. Ал қалғандары бастарын иіп төмен қарап тұрғанға мына бидайдан кем екен деп ойлама дейді. Оның құр сорайып тұрған қарасына таңғалма дейді. Құдай басқа бидайларға дән бергенде бұл бидай дәнсіз қалыпты арасында дей келе, ал оның жан жағындағы бидайлардың басы толық иіліп тұр. Оған дән берген қожасына сыйынып тұр дейді. Мына бидайдың басында дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр деп жауап берген екен. Қорытындылай келе, көкке қарап тұрған осы бидайдай елде адам көп екенін айтады. Және де ондай адамдарды халық тәкаппар жаман дейді. Тәкаппарлық данышпанның қалпы емес. Тұтынба бұл мінезді балам дейді. Сіздер Ахмет Байтұрсынұлының 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында жарық көрген 40 мысал атты өлеңдер жинағынан бір үзінді әңгімені тыңдадыңыздар. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, лүпіл басыңыздар. Тағы да 40 мысалдан бір мысал әңгіме тыңдағыларыңыз келсе, төменге мысал деп пікірге жазып кетіңіздер. Келесі адамға жолдап қолдап қойыңыздар.